Баршаңызға сәлем. Бүгін миксерсіз шоколадты торт жасаймыз. Бізге қажетті жұмыртқа, қант, ұн, айран, май, какао және ас содасы. Құрғақ ыдысымызға жұмыртқа мен қантымызды салып, ағарғанша жақсылап араластыратын боламыз. Үстіне айранымыз бен 1 шай қасық ас содасын қосып, тағы да араластырамыз. Біздің айранымыз бен жұмыртқамыз бөлме температурасында болған дұрыс. Сол уақытта біздің коржымыз биік болып, әдемі болып піседі. Ұнымызды осылай 2-ге бөліп, какаомен қосып, тағы да араластырамыз. Мен толық рецептіні төменге жазып қоятын боламын. Мен барлық керек заттарын осылай стаканмен 1 келкі қылып өлшеп алдым. Енді тестіміздің үстіне майымызды құйып, тағы да араластырып, пешімізді алдын ала қыздырып, формамызға құйып, 30-35 минутта пісіріп аламыз. Піскеннен соң коржымызды міндетті түрде жарты сағатқа суытатын боламыз. Осылай 3-ге бөліп аласыздар. Енді кремімізді дайындаймыз. Кремге бізде 20% сметана және осындай вареный сгущенка. Екеуін жақсылап араластырып, видеодағыдай тортымызды жинаймыз. Біз тортты жинап болғаннан кейін тортымызды 1 сағатқа тоңазытқышқа қоятын боламыз. Сол уақытта біздің тортымыз әдемі болып сіңіп, жұмсақ болып тұрады. Және қалған коржымызды қолымызбен үгітіп, жандарына себетін боламыз. Мен Қазақстан шоколадын ерітіп, ыстық суда осылай үстінен әдемілеп сәндедім. Менің арнама жазылмаған болсаңыз, арнама жазылып, мені қолдап өтіңіздер. Алдағы уақытта үй жағдайында жасалатын ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Біздің тортымыз дайын, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, өте керемет, барлығына, әсіресе балаларға ұнайтын болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.